таза бұлақ. 3 жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары үстіне төгілген, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрған сонша әдемі таза екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып, қорғаныш қылып тастың суағар жеріне: «Әй жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол» деп жазу жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан су ішіп қанған соң жазуды оқыпты. Сонда араларындағы саудагер: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күн-түн тынбай ағып, алыс жерлерге барады, бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар қойып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол: сен де адам, тынбай қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең ақырында сен де зорайып мұратыңа жетесің дегеніме деп білемін» деді. Екінші жолаушы молда екен, басын шайқап: «Жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ болса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рахаттандырады, сусағанның сусынын қандырады. Ол үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Бұлай болса адамға да өсиет сол: біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек» деді. Үшінші жолаушы әдемі жігіт екен, үндемей тұрады. Жолдастары: «Сен не ойлайсың?» деп сұрады. Сонда жігіт: «Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лай қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрған үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын дегеніме деймін» дейді.